Австрияда Bilderberg клубының отырысы өтті. Бұл алқалы жиынға бизнес, қаржы саласындағы әлемнің ең беделді адамдары келіп қатысады. Басқосу өткен Тироль провинциясында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. 50 шақырым аумақ қоршалып, тәртіпті 2000 полиция қадағалаған. Bilderberg клубының отырыстары әрдайым жабық түрде өткізіледі. Жиын әдетте халыққа жерлерде ұйымдастырылады. Биыл ұйым мүшелері австриялық Тельфсбухен қалашығында бас қосты. Конференцияға қатысушылар кездесу барысында қандай мәселелер талқыланатынын құпия ұстайды. Бұл мәліметпен бұқаралық ақпарат өкілдерімен де бөліспейді. Бұл астыртын сөз байласу. Банктердің басым бөлігі элитаның қолында. Нағыз билік осы банктерді иеленетін Bilderberg тобы, Рокфеллер мен Ротшильд отбасыларында екендігі белгілі. Bilderberg клубы әлемдегі ең бай, ең пәрменді адамдардың жыл сайын бас қосатын бейресми конференциясы. Оған 1954 жылдан бері саясат ісінде, бизнес, банктік жүйе, ғылым саласы, бұқаралық ақпарат құралдарының басқарушылары және басқа да ең беделді адамдар қатысып келеді. Конференцияға тек жеке шақырту бойынша ғана кіру мүмкін. Мұндай қатаң құпиялықпен өтетін конференция көптеген тәуелсіз зерттеушілердің бақылауында тұр. Тіпті мұндай қатаң құпиялық адамдардың үрейін тудырып, басым көпшілікті наразылыққа шығуға итермелейді. Расында да, адамзатқа игі мақсаттары болса, ақпарат құралдарын шақырып, жар салуы тиіс еді ғой деген ой келеді. Өзінің құрамына банк жүйесін, сақтандыру, көмір өндірісі, дәрі-дәрмек сату, мұнай өндірісі сияқты салаларды енгізген, ешқандай ұлттық шекараны мойындамайтын құдіретті топты елестетіңіз. Ол топтың адамдары тек сол топтағы адамдардың алдында ғана жауап береді. Ол комитет 300 деп басталатын Джон Коулменнің кітабын еске түсіріңіз. Ол өзінің кітабында Дэвид Рокфеллердің есімін көп мәрте жазып, комитет 300-дің беделді мүшелерінің қатарына қосады. Әрі қарай Джон Коулмен Рим клубының өзінің жеке барлау бөлімшелері бар, және одан бөлек Дэвид Рокфеллер басқаратын Интерполдан ақпарат алып отырады. Онымен ақштың барлық барлау қызметі, сондай-ақ КГБ мен Моссад тығыз байланысты жұмыс істейді деп жазады. Енді елестетіңіз, жыл сайын ұйымдастырылатын Bilderberg клубының құрметті мүшесі, бәлкім бірден бір ұйымдастырушысы Дэвид Рокфеллер қандай шешімдерді қабылдауы мүмкін. Әрі қарай Джон Коулмен бірыңғай әлемдік үкімет және бірыңғай ақша жүйесі болып, орта ғасырлардағы феодалдық жүйедегідей өз қатарларынан сайланатын бай бағландардан басшыларды таңдайды. Бұл бірыңғай әлемдік үкіметте басқарушы элиталарға нақты салаларда ғана қызмет қылатын жалпы әлем халқынан 1 миллиард адам қалғанша әрбір отбасыға бала саны шектелу арқылы халық саны аурулар мен соғыстар мен аштықтар мен қысқартылады. Ортаңғы топ болмайды, тек қана басқарушылар мен оларға қызмет қылушылар деп жазады. Дэвид Рокфеллер 1994 жылдың 14 қыркүйегіндегі мәлімдемесін мұқият тыңдаңыз. Ironically, however, the very innovations that are making possible dramatic improvements in human well-being are also creating new problems which raise the specter of an alarming and possibly catastrophic disaster to the biosphere we live in. And herein lies the dilemma that we all face. Let me illustrate. Improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last 40 years. In the same period, the world's average life expectancy has increased from 46 years in 1950s to 63 years today. This is a development which, as individuals, we can only applaud. However, the result of these positive measures is a world population that has risen during the same short period of time geometrically to almost 6 billion people and could easily exceed 8 billion by the year 2020.
The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. In particular, the rapid growing exploitation of the world's supply of energy and water is a matter of deep concern, and the toxic byproducts of widespread industrialization have increased atmospheric pollution to dangerous levels. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the prospects for a decent life on our planet will be threatened. The recent UN meeting in Cairo is appropriately focused on one of these key issues, population growth. But the controversies which have erupted at the conference illustrate the problem of coming to grips with issues that are deeply divisive and which have a profound moral dimension. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral considerations. Economic growth is, of course, an inevitable corollary of a growing population and is essential to improved standards of living. But without careful coordination, unrestrained economic growth poses further threats to our environment. This was a major subject of discussion at the conference in Rio de Janeiro on the environment 2 years ago. The focus then was on sustainable growth and global development. Билдерберг клубының 2009 жылғы кезекті жиналысына көптеген беделді адамдар шақырту алды. Солардың ішінде Дэвид Рокфеллер, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг, Филипп Ханзада, Тед Тернер, Билл Гейтс те бар. Әсіресе Филипп Ханзада өзінің аса радикалды көзқарасымен ерекшеленді. What do you think are the most serious issues faced by conservationists and World Wildlife Fund over the next 20 years or so? 95% of the whole of the Atlantic rainforest in Brazil has disappeared in the last 100 years. There is simply nowhere for these animals to live. At the basis of it all is this colossal increase in the human population. It's one of the living species of the planet, but it's reaching plague proportions. What do you see as the biggest challenges in conservation? The growing human population. Because where we are, there's nothing else. And do you have views about what should be done about that? Can't you guess? Билдерберг 2009 жиналысының құрметті қонағы болған Филипп Ханзада 2010 жылы Шелдон театрындағы мінберден «Әлем халқы тез өсіп жатыр. Бұл дегеніміз 6,8 миллиард адаммен әрең күн көріп жатқан біздің бейшара планетамыз қандайда бір тәсілмен 50 жылдың ішінде 9 миллиард адамды асырауға мәжбүр болады» деп мәлімдеме жасады. Билдерберг 2009 жиналысынан көп ұзамай, әйгілі TED 2010 конференциясында Билл Гейтс былай деді. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. Америкалық бизнесмен, тәулік бойы хабар тарататын CNN арнасының негізін құрушы Роберт Эдвард Тед Тернердің де көзқарасы жоғардағыларға ұқсас.
We'll have 8 degrees, we'll be 8 degrees hotter in 10, not 10, but in 30 or 40 years, and basically none of the crops will grow. Most of the people will have died, and the rest of us will be cannibals. Civilization will have broken down. What the few people who are left will be living in a failed state like Somalia or Sudan, and living conditions will be intolerable. The droughts will be so bad there'll be no more corn growing. Not doing it is suicide, which are hanging on to our nuclear weapons and global and then after that we've got to stabilize the population. When I was born, there were what's wrong with the population? I mean, with too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. But if there were less people, they'd be using less stuff. Жиналыстың құпиялығына қарамастан, қатысушылардың радикалды мәлімдемесінен қандай мәселені талқылағанын түсіну қиын емес. Ең маңыздысы сол баяғы халық санын қысқарту саясаты. Жер бетіндегі халық санын 2 миллиардтан асырмау керек дейтін бай бағландар адам баласының соғыстан, аштықтан және жұқпалы аурудан қырылып отыруын қажетті механизм ретінде қарастырады. Олардың пікірінше, жер бетіндегі адамзаттың саны саналы түрде қолдан реттеліп отырылуы тиіс. Әлемдік алпауыттардың арманы 6 миллиард адамды қырып, оның орнына 6 миллиардты қалдыру.